Көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым. Браво, браво. Ста. Тағы да екіншісін ста. Хей-йо, бәріңе сәлем достар, сендермен Асқат және Жамбо. Ассалаумалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода достар біз Скибидиге бірінші рет озвучка жасайын деп жатырмыз. Ал озвучка жасау үшін бірінші түсіну керек қой, озвучка деген не ол? Озвучка деген бір мультикқа, любой персонажға озвучка жасайсың. Иә, короче, біз қазір Скибиди туалетпен камерамендерге озвучка жасайтын боламыз. Мен камерамен болайын. Дыбыстайтын боламыз. Иә, дыбыстайтын боламыз. Мен камерамен боламын, сен Туалет? Короче, біз главный ролін таңдап алдық қазір. Ал енді бұл Скибидидің 61-ші сериясы. Так. Осыған Бұл қазір Скибиди дейді да. В общем, біз қазір текст жазып жатырық. Текст дайынбыз, по идее? Иә. Текст дайын. Короче, видео өте қызықты болады. Арна тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ал ендеше видеоға. Так, видеоның соңындағы результатты достар, видеоның аяғында көресіңдер осы озвучканы полный бітіргеніміз, иә, Жамбо, иә? Иә. Ал біз енді бастаймыз, точно. Дубль 1 сценарий. Кинода алдай. Дубль 1 дейсің, давай. Көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым, көзің жайым. Нормально? Так, о жоқ, көмектесіңдер. Берілу керек біреуше. О жоқ, көмектесіңдер, қаштым. Қаштым деп айтпен болды. О жоқ, көмектесіңдер, мақыл. Бірақ текст соны айтамайдым, маевты. О жоқ, көмектесіңдер. Болды, дальше сен сөйлейсің. Так, қорғаныңдар агенттер, біз сені құтқарамыз деп айтам ба? Иә, сөйтейік, давай. Қап кеттім. Қазір тота. Қорғаныңдар агенттер, біз сендерді құтқарамыз дей ма? Иә, давай. Қорғаныңдар агенттер, біз сендерді құтқарамыз. Нормально. Көздерін жоям, барлықтарын көздерін жоям, барлықтарын. Не? Бұл кім? Бұл не тағы? Сен қазір Чүнгөт дейсің ба бұны? Бұны басқаша айту керек па? Сәлем Чүнгөт. Бұл ма? Білмеймін неге ұқсайтынын, қалай айтатынын. Ойнал да, сен бұл кім деп айтыпсың ғой, короче, ше? Сондықтан да мен түсірсен. Осяқтан, так, мияқтан давай. Сәлем Чүнгөт. Ой, қорқып қалдым. Браво. Ал, екінші пуляны ал. Или пышақ, не деп айтам? Нә деп айтам. Нә. Мә, ұста дейсің. Нә, ұста. Нә саған керек дейсің да? Ұста, тағы да ұста деп айтам ба? Жоқ. Екіншісін ұста дейм. Ничего себе, бля. Да ладно. Все, бля. Просто басында сценарий жазу керек та өзім. Импровизация жасай бермейші. Ладно, ендігі видеода, достар, обязательно біз сценарий жазатын боламыз. Қазір чисто импровизация. На, екіншісін ұста дейм ба? Мә. Ұста. Екіншісін ұста. Давай, сөйт сайық. Басынан бастады. Мә, ұста. Екіншісін ұста. Так, сен енді айқайлауың керек. Деп айқайлайсың ба? Айқайламай қойсын, мақыл, айқайламай өзің қойсамыз. Так. Ұнады ма саған? Сосын не деймін яқта? Тағы да сазайыңды берейін деймін ба? Ұнады ма саған деп айттым мына жерде. Сосын сазайыңды тақтырайын ба деймін ба? Сау бол дейсің да деп. Нормально кетеді. Сау бол.
сау бол. Анча. Полный дубль айтасач. Бүгінде әдемі шығады. Ну типа бөліп. Да, ну өйтіп бөле саған дұрыс па еді. Ста. Тағы да екіншісі. Екіншісі тақ қопты ғой. Браво, браво. Ста. Тағы да екіншісі ста. Хоп. Сау бол. О, красавчик. Лайкты вас. Мақұл, нормально болды. Кәнеки билейік, достар. Давайте. Ол ма? Иә. Осы ма? Все, осылай талмады. Иә. Ето мен қазір чисто импровизациямен айта салдым ше. Бола ма, болмай ма? Жоқ, сен ана бір дубль түсіру керек. Вид бөліп па? Жоқ, осы бөліп. Тоқта, мен еще монтаждаймын. Короче, бұл осы серияны біз чисто тексеріп көреміз да подписчиктермен. Результатын достар қазір қараңдар, міне. О, жоқ, көмектесіңдер. Қаштым. Көзің жем. Қорғаныңдар агенттер, біз сендерді құтқарамыз. Көздерін жоям. Барлықтарын көздерін жоям. Барлықтарын. Не? Болғым. Сәлем, жынкөт. Бұл не тағы? Ой, қорқып қалдым. Браво. Ста. Тағы да екіншісі ста. Хоп. Сау бол. О, красавчик. Лайкты вас. Мақұл, нормально болды. Кәнеки билейік, достар. Давайте. Ол ма? Осы ма? Все, осылай талмады. Джамбо, өзіңе қалай болды озвучка жасаған? Ұнады ма? Кішігірім айтуың керек қой сен өзіңнің пікірің. Ұнады, бірақ не ғой? Ну, типа біз... Короткий дейсің ба? Жоқ, короткий емес. Бізде профессионал емес. Иә, бізде сценарий жоқ. Не жоқ тағы. Дауыс жоқ. Эмоция жоқ. Короче, біздің бірінші озвучкамыз осындай болды, достар. Вообще, негізі киноны озвучивать етіп көру керек, я? Бұл болмайтын Скибидидің кінше. Или Скибидидің көп сөйлейтін сериясын табу керек та. Сол сериясын. Сендер комментарийға, достар, обязательно жазып кетіңдер, қай сериясын озвучка жасайтын, я? Қай серияға озвучка жасау керек? Біз барынша тәжірибелі болып жасауға вдруг бізді сосын киноға алып кетеді, осы видеодан кейін ше бір Голливудтың бір Диснейдің ба бір мультфильміне озвучка жасап берді. Емас дегенде зор болатын еді. Сендер өте осы видеоға 2000 лайк жинапсақ, содан кейін содан кейін комментарийда ең көп жазылған сериясына озвучка жасайтын боламыз. Сендер көп сөйлеген серияларын тауып беріңдер бізге. Ал біз, мен примерно біліп тұрмын қай сериясы екен. Бірақ 60-шы серия деймін, кажется, ана батл болатын сериясы ше. Сол жерде озвучка жасаңдар десеңдер. Как обычно, Джамбо Скибиди туалет болады, а мен камерамендердің атынан сөйлейтін боламын. Лайктарың басыңдар. Давайте, достар.